Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гаухар. Қыстың қамын жаз ойла демекші. Бүгін біз көкөністердің арзан кезінде осылай барлығын турап қатырып алатын боламыз. Қыс кезінде қыздар рахат, кәдімгідей пайдалана беретін боласыз. Әсіресе бұл заготовкаларды борщқа, әртүрлі подливкаларға пайдалануға болады. Алдымен барлық көкөністерді жуып, аршып, тазалап аламыз. Одан кейін сәбізді осылай үккіштен өткізетін боламыз. Келесі кезекте тәтті балғар бұрышын осылай мен ұсақтап турап аламын. Балғар бұрышының қыздар әртүрлі түстерінен алған жақсы. Сол кезде бір жағынан сіздің тамағыңыздың да түсін беріп, өңін ашатын болады. Осылай әдемлетіп, енді барлығын ұзыншалатып, соломка етіп турап алатын боламыз. Әсіресе бау-бақшасы бар қыздарға тіпті керемет, өйткені барлығын свежылатып, осылай турап, тек морозильникке қатырып аласыздар. Одан кейін қызанақтан да қосамыз, өйткені қызанақ қоссақ тамаққа, онда қызанақ пастасын пайдаланудың да қажеті жоқ. Осылай барлық қызанақтарды ірілетіп, осылай видеодағыдай турап шығатын боламыз. Сонымен қатар достар, YouTube каналыма да тіркелуді ұмытпаймыз. Каналымда әртүрлі рецепттер бар. Ал егер де қоңыраушаның белгісін басып қойсаңыз, қандай да бір жаңа рецепт шықса, сізге бірден хабарлама келетін болады. Ең соңында менде укроп болды. Укроптың орнына петрушканы да қосуға болады. Оны да жақсылап жуып, кептіріп, видеодағыдай жіңішкелетіп турап шығатын боламыз. Барлығын турап алғаннан кейін енді үлкендеу бір шұңғыл ыдысқа алып, барлық көкөністерімізді салып шығатын боламыз. Ол менде сәбіз, қызанақ, тәтті балғар бұрышы және де укроп. Соңында қыздар дәмдеуішті де қоссаңыздар болады, өзіңіз ұнататын. Мен бірақта ешқандай дәмдеуіш қосқан жоқпын. Барлығын араластырып аламыз. Осылай арнайы қатыруға арналған пакеттерге саламыз. Оны Дина Анвардан да алуға болады. Мен бұл пакеттерді Пиндода сайтынан заказ бердім. Кәдімгідей тиынға шықты. Керек мөлшерінде осылай барлығын салып, ауасын шығарып аламыз. Сонымен қатар достар, мен осылай датасын жазып қоямын. Ертең қыста ең бірінші қатырылған көкөністерді пайдаланатын боламын. Ұнап жатса видео лайк басып, парақшама тіркелуді ұмытпаймыз.